Олының Айығу деген повестінің соңғы бөлімін тыңдайсыздар. Бұрын иттің етінен де жек көретін қызметтесім Шәрбән енді маған ең жанашыр, жақын адам, әрі рухани аурулар маманы сияқты сезіліп кетті. Бір күні ол қатты мұқабалы, бет саны недәуір қалың бір дана кітапты маған ұсынып жатып, мынау еліміздің заң білім ереже тармақтары. Жақсырақ оқып, мол сауат алып, өзіңнің азаматтық құқығыңды қорға, деді. Мен кітапқа өлердей құмар едім. Не бір әдеби кітаптарды оқығаныммен заңға, саясиға қатысты кітаптарды оқып көрмеппін. Шәрбәнда бұл кітапты бекерге ұсынып тұрмаған болар. Маған сөзсіз септігі тиер деп, шынайы адал ниетімен ұсынып тұрғанын сездім. Кітапты табыс етіп алғаннан бастап, міндетті түрде ыждағаттылықпен оқып шығуға кірістім. Ондағы белгіленген, бекітілген, мақұлданған ереже тармақтардың жаттайтын жерін жаттадым. Бірақ бұрынғыдай ілезде қағып ала қоятын ескі ұстау қабілетім қалмай барады екен. Қазір оқығаным қазір есімнен көтеріліп кетеді. Сол кітаптың ішінде есіме ең мықты ұялап қалғаны мынау ғана болды. Мемлекетіміз әйелдерді саяси, экономикалық, мәдениеттік, әлеуметтік, семьялық тұрмыс жақтарында ерлермен тең құқықты. Олардың құқық мүддесін қамтамасыздандыратын түрлі түзімдерді белгілеп, әйелдерді кемсітудің барлық формасын жойып, оларды жәбірлеуге, тастап кетуге, зақымдауға тыйым салынады деген заңдық ереже болды. Осының өзі де мен үшін жеткілікті болар деп ойлаймын. Айтты айтпады, менің де адамдық және неке семьялық құқық мүддем болғаны себепті беріктің үстінен арыз шағым айтуыма әбден болады. Ол мені ең әуелі ауыр зақымдап, бала көтере алмайтын ауруға кіріптар етті. Онысымен қоймай, отбасы зорлығын істеуге ұрынып, басқа бір әйелмен жатып тұрды. Рухани жақтан аяусыз жәбірге ұшыратты. Ауыр экономикалық шығынға да отырғызды. Менің ендігі өмірім қалайша тыныш өтпек? Ойласам, өлімнен де қиын өкініш өртінде қалған екенмін. Ақыры ауру меңдетіп жүрсем де, Шәрбәннің көмегімен сотқа некеден ажырасу туралы арыз түсірдім. Көп өтпей Берікпен Гүлсім сотқа шақырылып, кесікті үкім шығарылды. Жауапкерлер жақтан барлық экономикалық төлем маған қайтарылатын болды. Берік Гүлсімнің қатерге ұшырап мүгедек болып қалуына себепкер болғандықтан, тек соған ғана некеленуге хақылы. Ақтілек болса Беріктің заңды ұрпағы. Ол да соған тән болуға тиісті екен. Бұған менің таласқым келмеді. Ағыл тегіл жылап отырып, ажырасу хатына бармағымды бастым. Түсі суықтау заң адамының қолыма ұстатқаны некеден ажырасу қара қағазы емес, өмір бақи жоғалмайтын қасірет куәлігі секілді сезіліп, тұла бойым суып кетті. Сондағы Берікпен Гүлсімнің жетегіне көнбей, жас толы екі көзін меннен алмастан, мамалап жылаған қайран Ақтілегімнің дауысы әлі күнге құлағымда жаңғырып тұрады. Есім алсам болды, кеңсірігім ашып, еріксіз көзіме жас толады.
Жылан арбаған торғайдай шырылдап еді ғой, қарғадай болған сәбиім, құлыным. Қайтейін, қандай күйде жүр екенсің, аяулы ақбота ханым. Сенің сағынышың бәрінен бөлек еді ғой. Жанымның бір бөлшегі сенде кеткендей, қимастық шерім өлмейінше тарқайтындай емес. Мүгедек гүлсім, оған мендей ана бола алған қайда? Әуелгі туған әке шешесін тауып алғаны да рақым еді. Бастағы бақыт, жүректегі махаббаттан қымбат не бар? Осы екеуінен айырылған соң, басқада да не құн қалмақ? Тұрлаусыз махаббат тұл деген осы ғой. Өңменімнен шән шудай қадалған көздер мен сөздер, оң солымнан жаудың оғындай ысқырған еді. Сол бір айым шағылып, туым құлаған тұста, тастанды әйелдің тасалайтын жері де тастай суық сезіледі екен. Қайтқан қыздың қасіретін, жүзіне ұяты ұялаған әйел затына бере көрмесін деп тілеңдер барлықтарың. Құрыбақ қалсын, тек менімен кетсін. Нұр тамған беттен сор тамып, төркініме келе төрт бүктеліп жатып қалғаныма да 4 жылдың жүзі болды. Әйтеуір бар медетім бәйтеректей әкем тұрған кенже ағамның шаңырақ еді. Міне көшіп келеміз. Түйенің бақ еткен даусынан ойым кілт үзілді. Көш Керқаданың кезеңінен шығып келеді екен. Бұл кезеңнің жолы тым күдір еді. Жүк артылған түйелер тізбегінің ең алдындағы шаңырақ салған көк атанның аяғы оқыс тайып кетіп, жүк бүгімен сел орған жарға құлап түскен екен. Алдына бесік өңгерген жеңгем жетелеп келе жатқан. Көк атанның қарағаннан жонып өткізілген мұрындығының дөңгелек берік тығырықтары жұлынбай, сілбіжіп күшпен бырт етіп үзіліп, бұйдасы жеңгемнің қолында қалды. Тұмсығынан қан сорғалап, көз тиген сирақтарын тынымсыз сермеп, даусымен жардың ішін күңірентіп, жан таласа бақырып жатыр жануар. Ана бір зілмауыр жүкпен, атты кісі бойламас биік жардан құлап түскенде мертікпей қалсын ба? Осы кезде менің мойын омыртқан науқасым ұстап, кер төбелден құлап кетіппін. Серектеп талғанымда көк шағылды күре жолға басымды ұра берген ұқсаймын. Көк атанның сермеген сирақтары менің бетіме оңдырмай тиіп жатқан секілді сандырақ сезім бар. Зайыры бір қыдыру уақыт жатып қалған ұқсаймын. Есіме келсем, бір көзім ашылғанымен, бір көзім ашылмайды. Жараланған қабағым ісініп, аққан қандақтарын сіркіреп құйған күз жаңбыры бетімнен жосытып, тамағыма қарай құйып жатыр. Қолымды әкем, аяғымды жеңгем уқалап әбігер екен. О, сорлы көбелегім, осындай күйге шеріңді ойлап бедім. Есіңді жисаң, көтерші балам басыңды. Деп, әкем аялай сүйеп отырғызды. Мұқым жүзінен, сақал мұртынан жас аралас
жаңбыр сорғалап, кемсеңдеп жылап кетті. Жеңгемнің де көздері боталап, маған тіке қарай алмай, сырты айналып, жаулығының ұшымен көзін сүртіне береді. Олар мені көтеріп, кезең үстіндегі текшелеу жерге шығарыпты. Көк атан болса, тұрудан бір жолата қалыпты. Әлі жардың ішінде бақырып жатыр. Малмандай су жүктерін қомымен қосып сыпырып алып, жардың шетіне үйіп қойыпты. Екі адам сүйемелдеп тұрғыза алмай қатты әбігер. Біреуі Кенжағам екенін танып отырмын. Ал енді біреуі қайдан пайда болғанын кім білсін? Бейтаныс жігіт. Анау қарсы теріскейде ауыздығымен жайылып тұрған ертоқымды баран атпен тіркеулі бос екі түйе соныкі болса керек. О, жануар, көк жанбозым, талай жылдар осы семьяның ауыр жүгін арқалаумен азаптан арылмаған қалпы, ақыры көш жолында ауыр жүктің астында жардан ұшып мерт болып, тағдырың жетіп, көз жұмар сәтің осы болғаны ма? Тірі тастауға көзім қимайды. Бауыздап кетуге дәтім бармайды. Адамдай орны бөлек, малымның ұлық едің ғой. Мынау енді аянышпен қасқырға жем болатын болдың ау, деп тап бір арысы құлағандай әкем күңіреніп, шынымен жыламсырап қояды. Манағы соқыр тұман жоқ. Төңірек жаңбыр бұлтымен тұтасып кетті. Батыстан соққан боран да қоса еліріп, жауынды ауық-ауық ұйтқыта үйіріп, тауға да тасқа да соғады. Осы бір көш жолындағы сүркейлі табиғат құбылысына көк атан екеуіміздің қырдығымыз қабаттасып, көшті ілгері бастырмай ерулетуге мәжбүр еттік. Ықтасын жер тауып тігілген көніс формалы қос ортасындағы дөңгелек пеш гүжілдеп тұр. Айналап отырғандардың жүздері албырай бастаған. Әркім өз киімдерін кептіріп әлек. Мен де қалың киімдерімді шешіп, қабығынан аршылған тау сарымсағындай болып, елден ауашарақ босаға жақта мелшиіп отырмын. Бейтаныс жігіттің аты Адал екен. Құтты осы үйдің бір мүшесіндей. Манадан бергі апатпен араласқан қарбалас жұмысқа жанын сала кірісті. Тосырқау, жатырқау дегенді білмейтін, ашық жарқын мінезді, 25-тер шамасындағы алпан садай азамат екен. Жай жапсарын ұқтырғанда, бұл жігіттің шешесі қан қысым науқасынан шұғыл шығылып, Үрімжідегі үлкен докторханада жатыпты. Сонымен ақша керек болып, жайлауда жоғалған түйелерін тауып алып, тез арада сатып, Үрімжіге жүрмекші екен. Бота көзденген, биік қабақты, бүйрек бет, зор денелі бұл азаматтың әке шешесін әкем танитын болып шықты. Шай үстінде әңгіме ұзақ шертілді. Осы орайда әкем ешкімнің өң түсіне кірмеген бір ойын Адалға қаратып қойып қалды. Бәріміздің тағдырымыз бір, қандас қазақпыз ғой. Қашанда адам күні адаммен, нар жолында жүк қалмас деген.
адал десе дегендей, атыңа затың сай, ізгі ниетті атпал азамат болып ер жетіп келеді екенсің. Кезінде әкең марқұмға да жан баласы жасамаған жақсылықтарды жасап едім. Қартайғанда ерлігіңді айтпа деген ғой. Онымды бұлдағандай болып қайтейін. Әкең өмірден өтерінен бірер жыл бұрын кездесіп қалып, ата жолдас қу кәрі, асыл замандасым-ай, маған істеген жақсылығыңды екі дүниеде ұмытпаспын. Тірлігімде өтеуге борыштымын. Десе де денсаулығым сыр беріп жүр. Мүмкін, сеннен бұрын көз жұмармын. Сол қарыз борышыңды мен өтей алмасам, ұрпағым бар ғой, сол өтер деген еді. Айтыс айтқандай жетелі, қайырымды ұрпақ сендей ақ болар. Біздің көш бүгін байсалды болмады. Мінеки өз көзіңмен көрдің. Көк атанның өлімінен бұрын ана Айгүл әпекеңнің науқасы ұстап, бәріміздің жүрегімізде зәре қалмады ғой. Саған ең тиімді бір ақыл айтқым келіп отыр. Тек қабыл алсаң болды. Мұна екі түйеңді де маған сатта, тездетіп шешеңді құтқару туралы жұмыс істей ғой. Бірақ бір талабым бар. Мұна Айгүл әпекеңді де сол шешең жатқан докторханаға ала кетерсің. Жетерлік ақшасын қалтасына салып беремін. Ертең төменгі бөктердегі тас жолдан автокөлікке салып қояйық. Біз қыстауға көшіп бара салысымызбен біреуіміз арттарыңнан баратын боламыз, деді. Адал әкемнің бұл талабын екіленбей мақұлдады. О, құдірет, әкем де бір қызық жан. Бас аяғы жоқ, танымайтын бейтаныс бұл жігітке мені қосып, сонау алыс үрімжіге мені докторға жібермекші. Не айтарымды білмей үнсіз қалдым. Бірақ адалдың жүзінен бөтен жат ниеттің нышаны білінбейді. Үрімжі маған әбден таныс. Әкем сөзсіз докторға апарамын деп жүргенде, мұна көші-қонның қарбаластығы басталып кеткен болатын. Әкемнің талабын қайтарып, бір сылтау тауып, жалт берейін десем, ол кісі жуырманда көне қоймайды. Тек тілін алып, бетін сыйлағаннан басқа амал жоқ. Жаңбырдың арты қарға айналды. Ширыққан жылқыларды отқа қойып, түйе сиырларды байлап матап, далада шашылып жатқан жүктерді жауып, жиыстырып, әлсін әлі пешке от жағып, түнімен бір тыным алмаған адал мен кенжағам көрер таңды көздерімен атырды. Менің жігіт атаулының қасына жуыспағаныма қай заман. Тіпті жігітке жуысқанды қойғанда бетіне қарап қойғымда келмейтін. Үлкен қаптал ішігін киіп пештің түбінде отырған адал бұрынғының арыстан кеуделі айбатты батырларына ұқсап кетті. Көрпемнің астынан індегі түлкідей көзімді жаудыратып, оған еріксіз сүзіле қарап жатырмын. Аядай қостың ішіне таңның арайы құйылып, адалдың қара торы жүзін онан сайын нұрландыра түскендей. Өңінен қалжырап қаймығудың ешбір ізі байқалмайды. Тау елінің қайсарлығы тұтас тұлғасынан танылып, кешегі қалпынша жайраң қағады. Қыр шаруашылығының қилы-қилы тұрмыстық шаруасына ысылып, төселген ыспорлығы
жан сүйіндіреді. Шіркін, мынаған жар болған қыз қандай бақытты жан екен деші. Сөйлеген сөзінің, істеген ісінің ешбір олпы-солпысы жоқ. Бап-тадай. Бұл азаптан құтылатын күн туар ма екен деші. Деп кейеді әбден діңкелеген кенжағам жаппа қостың есігінен еңкейе кіріп, өз-өзіне сұрақ қойып. Жүзі тым сынық көрініп кетті көзіме. Киген киімінде де еш сәйкесімділік жоқ. Тыртыстыра киген әскери үлгідегі сары қаптал шапанының қолтығы жырта қарыс айырылып, мақтасы додырап тұр. Белін уықтың алапауымен босаң байлай салған. Басында шаңсынген бөрік сымақ. Жасанды тері бәтіңкесінің ұрттары ақ жұлықтанып, жемтірленіп кеткен. 40 жасқа енді ғана келсе де, 50-дегі адамдай еңсесі еңкіш тарта бастаған. Өңі тотығып, жақ жөндері үрпиіп, маңдайын, көзінің айналасын әжім торлай бастаған. Жан бағудың жолында жанын жалдап, тісін қайрап, қысы жазы мал соңында тыным алмай, екі тауға кезек көшіп, бір сарынды тіршіліктен әбден мезі болған. Сондықтан осы сөзін жаны қиналғанда үнемі қайталап айта беретін. Ағасау, бұл заман бүйтіп тұрмас. Аз жылдың ішінде малшы диқандарды отырақтастырып, қала мен ауыл қыстақтың парқы жойылып, еліміз дөңгелек дәулетті өреге жетеді екен. Ел іргесі аман, тыныш, ынтымақты болса, алынбайтын қамал жоқ. Деп адал да бір тың жаңалықтың хабарын сеніммен айтты. Мен далаға шықтым. Ауа тұп-тұнық. Көкжиектің жасыл шымылдығы көрініп, күн көкпен жерді алтын шұғыласымен аптауда. Оның жылуы мен нұры неше күннен бергі сүркейлі құбылыстың табын аластап барады. Қайырымды, жақсы адамдардың мейір шапағатындай жанды жылытып, жаңа бір арман көктеміне талпындырады. Денем күндегіден бүгін сергектене қалғандай. Кезең астында мертігіп тұра алмай, аянышты қалди қалған көк атанды ойлап, ішім тағда езілді. Бұл азапты тау жолында, есте жоқ ескі күндерден бері, нелер зұлмауыт қанды уақиғалар болмады дейсің бе? Бұл күнде қайсысын кім айтып, тарихына кім куәгер бола алмақ? Анау кенередегі томпайған ежелгі үйінділерді үйсін хабырлары деп атайды. Сақ, ғұн, үйсін деген атам замандағы көшпелі жауынгер тайпалар өз дәуірінде бұл жерлерді ат тұяғымен сан мәрте тоздырған болар. Біз сол сақтардың ұрпағымыз деп, қазақтың классикалық әдебиетінен оқыған едік қой. Сондағы ел қорғаған сақ сарбаздары ұзын етек, шолақ жең, сары жез сауыт киіп, садақ асынып, білегіне шоқпар іліп, кеудесіне қалқан, беліне алдаспан байлап, аяқтарына етік, бастарына тымақ формалы темірмен қапталған бас киім киіп, ұзын сапты найза ұстап, жарау ат мініп, осы тау даланы дүбірлетіп, талай өткен шығарау. Деп көз алдыма елестеттім. Онан беріші, ойлап жете алмаспын, санап тауса алмаспын. Мүмкін ендігі көшіміздің сәні кетер. Адалдың әлгінде ағама айтқан жаңалығының тездетіп іске асуын асыға күтуіміз жөн екен. Дедім де
тастай суық болса да, Керқада бұлағына бетімді жудым, белімді будым. Тағдырым, аурудан айықтыра көр. Сонан бері талай жылдарды ұзатып салдық. Ауданның отырақтандыру түйінінен ойып отырып орын алған адал отбасы бұл күнде шалқыған шаңырақтың біріне айналған. Медицина ғылымы ересен дамыған зымыран заманның құдіретімен Айгүл бойындағы жалпы аурудан құлан таза айығыпты. Өз кіндігінен бір ұл бір қызы бар екен. Ұлының атын Ақтілек, қызының атын Айыққан қойыпты. Құрметті тыңдарман, өздеріңізге күнделікті тыңдатып келе жатқан Мәден Ғаниұлының Айығу деген повесті осымен соңына шықты. Повестті оқыған Алтай аймақтық радио телевизия станциясынан Әмина Өнерханқызы.中国的